Сәлем құрметті тігін сүйер ханымдар. Бүгін біз екінші сабағымызда мұғалімдерге арналған жакетті тігіп үйренетін боламыз. Өткен сабағымызда түзу юбканы үйреткен болатынмын. Бүгін осындай қара матадан, енді түсіні өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады, қара матадан мұғалімдерге арналған жакетті тігіп үйренеміз. Мен бұл жерде дайын лекаланы қолдандым. Менде дайын лекала болғандықтан дайын лекаланы қолдандым. Сіздер өз өлшеулеріңіз бойынша немесе клиенттің өлшеуін алып қиып алсаңыздар болады. Мен лекала бойынша қидым, маған клиентімнің айтқаны бойынша ұзындау болу керек еді. 10 сантиметр етегіне осылай қосып алдым. Міне қалай қосуды да көріп алсаңыздар болады. Жалпы сіздерге егер өлшеммен тіге алмаймын десеңіздер, лекала бойынша менің инстаграм парақшама өтіп WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Насиба Кенжа деп іздесеңіздер шығады. Ал кеттік. Міне негізгі маталарымызды қиып алдық. Міне байқасаңыздар, мына үстіңгі бөлігін қиып алып, астыны қимай қалдыра салдым. Негізгі бізде бұл екі бөлек лекала болады. Міне лекаламыз екі бөлек болады. Мен осы екі бөлек лекаладан осылай астыны қимай қалдырып осылай шығардым. Мына негізі кез келген лекаладан бізде лекала Шемей Қажекейдің лекаласы болатын. Мен одан мұғалімдерге арналған жилетке шығарып жатырмын. Осылай сіздерді фантазияларыңызды қосып, бір лекаладан бір қанша киімді шығаруға болады. Егер оны қалай жасаймын, білмеймін, үйренгім келеді десеңіздер, менің инстаграм парақшама тіркеліп алыңыздар. Осы жерде осы құпиялармен бөлісетін боламын. Енді астарын осылай қиып аламыз. Астарды да тура солай қиып аламыз. Қалай бар солай. Бірақ бұл жерде бірақ деген нәрсе бар. Біз мына жерде алдына подбор қиып алуымыз керек. Подборды негізгі матадан қиып аламыз. Астардан осы подбордың орнына қалдырамыз. Қимаймыз, яғни. Оны қалай қиып аламыз, қазір көрсететін боламын. Мына лекаламен астарды өлшеп сызып алдық. Енді міне астына 10 сантиметрді қостым. Енді бұны кеспей тұрып, біз мына жерден подбор шығару керекпіз. Қазір соны көрсететін боламын. Қараңыздар, подборды шығару үшін біз ең алдымен елканы тең екіге бөліп аламыз. Елкамыз неше болса да, оны тең екіге бөліп аламыз. Осылай. Осылай примерно осылай тіге сызық түсіріп аламыз. Астқы бөлік, төменгі бөлік елкеден кішкене үлкендеу болуы керек. Например, елкамыз бізде неше? Елкамыз 6,5 болатын болса, примерно 12 сантиметр етіп алуға болады. Төменгі бөлік бізде мына жер. Төменгі бөлігіміз бізде мына жер, примерно осылай тура келеді. Осы жерді біз 12 сантиметр етіп аламыз. 10 сантиметр алуға да болады. 12 сантиметр етіп аламыз. Міне осылай, тура осылай етіп, қазір біз астардан қиып аламыз. Астарды осылай қиып тастаймыз. Осы астарды алып, подборға қойып, қиып аламыз. Негізгі матаға қойып, подбор қиып аламыз. Қашпеқі. Мына астарымызды қиып алдық. Мен әтей қиған жерлерімді көрсеткен жоқпын. Себебі тура сызғаннан кейін сызықпен қиып алу кез келген адам қолдан келеді. Бізде мына жерде подбор қалды. Міне астарды да конце кесіп алдым мен. Мына жерде подбор қалды. Енді біз матаны екі қабаттап, екі жаққа бірден кескеннен кейін подборды олай кеспейміз. Бір бетін алып тастаймын. Осы бір бетінен кесіп алып, қазір соны негізгі матаға қойып кесіп аламын. Болды. Одан кейін артқы подбор бізде. Артқы подборды да екі елкенің ортасынан сызып аламыз. Мына осылай. Мына жерде де бір 10 сантиметрді етіп, осылай кесеміз де, екі сызықты айналасына бұлай бір-бірге қосып аламыз. Міне осылай артқы подборды шығады. Қазір бұны қиып аламын да, бұны да негізгі матаға қойып, негізгі матадан артқы подборды кесіп аламыз. Мына бөлек бізге керек емес, артықша. Міне осылай кез келген киімді оңай тәсілмен үйренгіңіз келсе, менің видео сабақтарымды көріп барыңыз. Кез келген киімді қиындықсыз осылай тігіп пішу жолдарын үйретіп баратын боламын. Менің каналым жоғалтып қоймас үшін тіркеліп алыңыз. Менің салған видеоларым сізге бірінші болып шығып тұратын болады. Міне подборларды қиып алдық. Қарап тұрсаңыздар, подбордың жан жағына 2 сантиметр тігіске қалдырдым. Себебі менде астарда тігіске қалған жоқ. Сол себепті 2 сантиметр. Егер сіздер астарда 1 сантиметр қалдыратын болсаңыздар, бұл жерден де 1 сантиметр қалдырасыздар. Мына артқы подбор дәл солай. Артқы подборда мен кусок матадан қиғандықтан ортаға тігіс түсірейін деп тұрмын. Сіздер егер тігіс түсірмейтін болсаңыздар, мына жерден қалдырып қажет емес, ашып қойып сызып алсаңыздар болады. Мен енді бүктеп алып, екі матадан тігіп алып жатырмын. Мына жерден тігіс түседі бізде. Мына жерден де 2 сантиметр қалдырдым. Себебі менде астарда 1 сантиметр қалған жоқ. Сондықтан, егер бұл жерде 2 сантиметр тігіс ақыны қалдырмайтын болса,
болсақ, астар бізде тар болып қалып, желеткенің беткі матасы жиналып тұрады, тегіс тұрмайды. Сондықтан бұл өте маңызды нәрсе. Осылай тігіске ақы қалдырып қиып алыңыздар. Міне подборға дублерін жабыстырып, алдыңғы астарға осылай қосып шығамыз. Бастан аяқ қосып шығамыз. Осылай. И алдыңғы екі бөлікті осылай қосып шығамыз. И мына жердегі виточкасына қосып тігіп шығамыз. Виточканы соңына дейін ашпаған болатынмын. Ашпадым мен. Міне. Осылай қосып тігіп шығамыз. И артқы подборды тоже астарға қосып, артқы астарға қосып тігіп аламыз осылай. Алдыңғы бөліктің астарын, мына жердегі подборын қосып алдым. Астардың виточкасына осылай оң жақтай көрініс осылай болып шықты. Қосып алып, үтіктеп алдық. И алдыңғы бөліктің негізгі бөлігін виточкасында осылай екеуінде қосып алдым. И одан кейін артқы бөлікті подбормен астарын бір-біріне қосып осылай тігіп шықтым. И үтіктеп тегістеп алдым. Үтіктеген жағдай артқы көрінісі осылай болып шықты. Ал негізгі бөліктің алдыңғы көрінісі осылай болып шықты. Әдемі болды. Осылай тігіп аламыз. Бұны оверлоктың қажеті жоқ, себебі астарлаған кезде тігістің бәрі ішіне қалып кетеді. Бірақ екі реттен тігіп шығамын мен обязательно, өйткені сөгіліп кетпеу үшін тез. Осылай болып шықты. Тура мен көрсеткендей етіп тігіп үтіктеп аласыздар. Жатқызып, міне тігісіне тура көрсеткендей етіп үтіктеп аласыздар. Мыш-тыш болып қалмау керек. Енді қазір елкесін қосамыз. Алдыңғы астарды артқы астарға қосамыз. Алдыңғы негізгі матаны матамен қосып осылай қосып аламыз. Тігіп шығамыз осылай қосып екі жағында. Негізгі матаны артқы бөлікке қосып аламыз. Негізгі матамызды елкесінен тура астардағыдай етіп, негізгі матаны артқы бөлігіне қосып аламыз осылай. Бұны да тігіп үтіктеп аламыз. Міне астармен артына осылай елкесіне қосып тігіп алдым. Негізгі матаны да дәл солай тігіп алдым. Алдын артына екі елкесін осылай тігіп алдым. Енді бұны қазір үтіктеймін. Үтіктегенде былайша артына қарай жатқызып, астарды да тура солай артына қарап жатқызып, үтіктеп аламыз. Елкені улап алған соң, астармен негізгі бөлікті осылай артты, алдыны қосып, бәрін осылай тігіп аламыз. Оны етегіне дейін ғана тігеміз. Екі жағында. Етегі ашық тұрады. Етегін ең соңында тігеміз. Оны да көрсетемін. Осылай тігіп аламыз. Главное, мына иықтары елкес бір-бірге елке тігісі астармен сәйкес келуі керек. Сол сәйкес келуі керек. Елкесіне арқаның центріне дұрыс келуі керек. И мына жерлері бізде жағаның бұрылған жері сәйкес келуі керек. Астармен негізгі мата бір-біріне астары астында. Осылай тігіп аламыз. Мына алдыңғы бойды осылай алдын қосып тігіп шықтым астарға. Елкесін сәйкестендіріп әдемілеп тігіп шықтым. Одан кейін жеңін осылай астарға қосып тігіп аламыз. Елке сәйкес келу керек. Бұнда да одан кейін жақсылап үтіктеп шығамыз. Екі жағында осылай тігіп шықтым. Жеңді тігуден алдын қарап тұрсаңыздар, астар кішкене тартылып тұр. Неге? Өйткені осылай қойып аламыз, тегістеп, екеуі бірдей болып тұрады. Немесе астар ұзырақ болса да, екеуі бірдей болса да, астарды негізгі матадан 0,5 см ішке кесіп шығамыз. 0,5 см аз болып тұру керек. Неге десеңіздер, бұны қазір оң жағына айналдырғаннан кейін астар сыртқа шығып қалмас үшін. Егер астар қысқа болып тұрса, осылай тіге береміз. Егер қысқа болмаса, 0,5 см былайынан айналдыра кесіп шығамыз. Екеуі бірдей болып қалған жағдайда. Егер ұзын болып, астар негізгі матадан ұзын болып қалған кезде де осылай айналдыра кесіп аламыз. Одан кейін барып міне қарап тұрсаңыздар, астар тартылып тұр. Мен кесіп алып, сосын тіктім. Осылай тігіп аламыз. Енді біз оң жағына айналдырамыз бұны. Осылай көрініске келгеннен кейін оң жағына айналдырамыз. Оны айналдырмас бұрын қазір біз мына жерден кішкене қыртып кесіп шығамыз. Кесіп айналдырған кезде бұны формасын жақсы ұстау үшін. Одан кейін мына бұрыштарын бұлай осылай алып тастаймыз. Осылай тігіс кетіп қалмау керек. Азина алып тастаймыз формасы жақсы шығу үшін. Мына жерлерден алу керек болса аламыз. Негізі бұлай келген жағалардан аламыз. Бұдан алмаса да болады, өйткені қатты қисаймаған тегіс болып тұр. Бұдан алмаса да болады, кеспесе де болады, бұлай кесіп шықпаса да болады негізі.
Al endi jengding mana osonday yerlarin qirtiq aytib o'sini burilgan yerlarin ana jag'inda osonday qaychi bilan kesib olamiz. Qaychi bo'lsin, kусочка bo'lsin, mana osonday kichkina kesib chiqamiz. Osonday. Biz ters aylantirgan kezda formasini yaxshi ustav uchun, tartib qolmas uchun. Mana yerlarni kesib chiqdim. Burchini osonday kesdim. Jenglarni mana osonday kesib chiqamiz. Endi astarda aylantiramiz. Ol uchun astarda o'sha artqi jag'idan qo'limizni tiqib, yelkadan qo'limizni o'tkazib, o'sha jag'in ustab olib, mana yelkasidan aylantiramiz. Yelkadan aylantirib chiqarib olamiz. Yelkadan chiqarib olamiz. Oldini artqi jag'ga tortib chiqaramiz. Mana ikkinchi jag'ida to'g'ri o'slay. Qo'limizni yelkadan tarab, oldi jag'ini artqi jag'ga qarab aylantirib olamiz. Mana o'slay. Yelkadan chiqarib olamiz. Mana aylantirib oldik. Aylantirgandan keyin tag'i bir uchiklab tekislab olamiz. Uchlarini yaxshilab chiqarib olamiz. Tegisning barin, janjag'ini barin uchiklab olamiz. Buni istayman, qo'lmen hasha-hasha uchiklab tekislab olamiz. Mana janini tigib oldim, uchiklab. Bu ostingi ko'rinishda solay. Endi suni ustuna ag'darib, ustidan da bir uchiklab olamiz. Endi ustidan tag'i bir uchiklab olamiz, sonda chatib, tegisi chatib aytgan bo'ladi. Ikki janini o'zlay uchiklab olamiz. Uchiklagan kezda mana yeri bir-birini turishig'i kerak, aylanib ketmog'i kerak. O'sini ustab o'tirib, retlab o'tirib uchiklab olamiz qo'ltig'ini. Mana ishki jag'idan yaxshilab uchiklab olish kerak. Bunday turib chatqizib, aytgan bo'lib chiqdi. Bastisi mana qo'ltiq o'yinlasa, aytgan shu kerak. Chatqizib turib, qo'lni ustab turib, to'g'rilab turib uchiklab kerak. Mana ikki janini o'zlay qo'sib uchiklab oldik. Bu yerda men beradigan joy, ikki janini tigib yotgan kezda ashiq o'rnini qoldirib ketdim men. Ashiq o'rin qoldirib ketamiz. Hozir yetagini tikkan kezda biz ters qilib tikamiz. O'sha kezda bizga bu yerda aylantirish uchun kerak. O'ng betini aylantirib olish uchun qajit bo'ladi. Hozir endi yetagini tigamiz. Yetagini tiguv uchun astarini o'slay olib olamiz. Mana yelka jag'ini ichiga tig'ib, bulayni ters aylantirib olib, astarda ters jag'ini qilib o'slay. Shu shetidan arg'i shetidan endi tigib chiqamiz. O'slay. Tigib chiqamiz. Mana shetidan endi oldin to'g'rilab olish kerak, aytmasa sakkiz kelmay qolishi mumkin. Turagish bilan tüyrab olib, so'sin tiksakda bo'ladi. 8 kilo kerak bir-biriga. Mana ikki tegisi 8 kelsa, arqaday 8 keladi. Mana o'slay. O'lchamimiz durust bo'lsa, bu 8 keladi negizi. Mana o'slay tigib olamiz hozir. So'sin uchiklab, o'ng jag'ini ag'daramiz. Mana yetagini yaxshilab tigib oldik. Endi mana yerdan qoldirgan tegisimizdan aylantirib olamiz. Aylantirib olamiz. Aylantirib oldik. Endi yetak jag'ini usti jag'idan da astar jag'idan uchiklab olamiz. Uchlari jiletkamizdayin mana o'sini ko'rinishda bo'lib chiqdi. Mana o'sini jiletkani o'zlaringizga, jahonlaringizga nima zakazg'ada tigib olsangizlar bo'ladi. Tigiluv asa qiyin emas. O'ng'aygina.